Қазақ тілі халықаралық академиясы мен мемлекеттік тілді дамыту институты бірлесіп, 2023 жылы 3 қарашада мемлекеттік қызметшілерге қазақ тілін оқыту, тәжірибе мен өзекті мәселелер атты республикалық ғылыми-практикалық дөңгелек үстел өткізді. Дөңгелек үстелде қазақ тілін ересектерге оқытудың қолданыстағы жүйесі, ересектерге арналған курстардың ұйымдастырылуы, ересектерге қазақ тілін үйретудегі маңызды факторлар және де тіл орталықтарында мемлекеттік қызметшілерді оқытуға бөлінген сағат көлемі мен жұмсалған қаржының тиімділігі мәселелері қарастырылды. Дөңгелек үстелге Қазақстан Республикасының ғылым және жоғары білім министрлігі, оқу-ағарту министрліктерінің және мемлекеттік қызмет істері агенттігінің өкілдері, тіл саясаты комитетінің, қалалық және облыстық тіл басқармаларының жауапты мамандары, республикалық және өңірлік тіл орталықтарының басшылары мен әдіскерлері, қастес өкілдері қатысты. Мысалы, мемлекеттік қызметкердің мемлекеттік тілді білмеуі ол тарихта болмайтын нәрсе, біздің елден басқа. Мемлекеттік басшылар мемлекеттік тілде сөйлемейді, мемлекеттік қызметкерлер мемлекеттік тілде сөйлемейді. Әлемде жалғыз ел бар ол Қазақстан. Сабағымыз сапалы болу керек, біздің ұсынатын құралымыз өте сапалы болу керек. Шет тіл ретінде оқыту, ана тілінде оқыту, екінші тіл ретінде оқыту және тағы басқа деп қазақ тілін жұлмалап тастады бәрі. Мен қазақ тілін шет тілі ретінде оқытатын мамамын дейді. Мен ана тілі ретінде оқытатын мамамын дейді. Ол мемлекеттік тіл ғой, бір тіл. Визуалды оқытуға басымдық беру керек. Ол деген сөз барлық жарнамалар мен маңдайшылардағы хабарландырулар тек қана мемлекеттік тілде болуы тиіс. Көтерілген мәселелер бойынша қарар қабылданып, тиісті орындарға жолданды.